Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздердің назарларыңызға шет өңіріндегі музыка өнерінің дамуы тақырыбындағы музейлік сабағымызды ұсынамыз. Өнер халық тарихының шежіресі. Өнерде өмір, тіршілік құбылыстары, адамның күйініш, сүйініші, қуанышы мен қайғысы бейнеленеді. Соның ішінде музыканың алатын орны ерекше. Қазақ халқының музыкалық мәдениетінің басты символы әрі ұлы аспабы домбыра. Домбыра қазақ халқының екі шекті музыкалық халық аспабы. Қазақ халқы домбыраны көне заманнан бері қуанышта да, қайғыда да бірдей қолданылып келеді. Олар домбыраның сыңғырлаған үнімен халқымыздың тарихын, салт дәстүрін, бай құндылықтарымызды жеткізген. Ал домбырада ойнау өнерімен күйлер ұрпақтан ұрпаққа аманат боп жалғасуда. Күй музыкалық жанр қазақ халқының аспаптық пьесасы. Домбыра қобызда шығарылып, тартылып келген. Қазақ халқының жан серігі болып келген киелі домбыраны дәріптеу мақсатында біздің аудандық музейінде шет өңірі шертпе күйдің отаны тақырыбына арналған шертпе күйшілер мен ағаш шеберлерінің домбыраларынан жинақталған шертпе күй домбыралар атты көрме жасақталған. Көрмеде ұлы ақын Абай Құнанбайұлының домбырасының үлгісімен жасалған домбыра. Шертпе күй шебері Әбікен Хасенұлының домбырасы. Ақын, өнер қайраткері Ермек Мұстафинның домбырасы. Ағаш шебері Смағұл Ғабдуллаұлының домбырасы. Сом ағаштан ойылып жасалған ағаш шебері Аманжол Рахымжанұлының домбырасы. Шертпе күй шебері Қайролла Дәулетбекұлының домбырасы. Шертпе күй шебері Қыздарбек мектебінің дәстүрін бүгінгі күнге жеткізуші Дәулетбек Сәдуақасұлының домбырасы. Ағаш шебері Шәңгери Манабайұлының домбырасы. Және де шет өңіріндегі күйшілік дәстүрдің дарынды өкілдерінің бірі Зәрубай Сүйіндікұлының домбырасы жинақталған. Ғасырдан ғасырға ауысып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан күйшілік өнерде күй мұрасын жалғастырушы, жеткізуші орындаушылардың алар орны ерекше. Шет өңірінде қалыптасқан күйшілік мектептің аса дарынды өкілдерінің бірі, шертпе мәдениетінің алтын қазығы, көрнекті ірі тұлға, күйші Қыздарбек Төребайұлы 100-ден астам күй толғаған, есімі елге кең тараған айтулы күйші. Қыздарбек Төребайұлының Шұбату, Қосбасар, Сылқым қыз және тағы да басқа күйлері дәстүрлі негізі мен әуезді саздары арқылы қазақ күй мұрасына қосылған құнды мұралар қатарында. Рысбекұлы Әбди, аюлы елді мекенінде туып өскен дәулескер күйші, домбырашы. Қыздарбек күйшінің шәкірті, күйші Әбікен Хасенұлының ұстазы. Сембек Айдосұлы,
Қазақ күй өнерінің тарихында айтулы із қалдырған күйші сазгер. Арқа күйшілерінің озықтары шыққан, рухани биіктен көріне білген бір туар өнер иесі. Сембек Айдосұлының бізге жеткен күйлері Наз қоспасар, Толғау, Сезбестің күйі және Қоспасар. Әбікен Хасенұлы, Қыздарбек, Әбди, Сембек күйшілердің туындыларын кеңінен насихаттап орындаушы, арқа күйлерінің үздік шебері. 50-ші жылдардың орта шенінде Сәкен Сейфуллин кінәсіз болып ақталғаннан кейін ғана Әбікен, Қыздарбек, Әбди, Сембек сынды күйшілердің туындыларын асқан шеберлікпен орындап, кеңінен насихаттайды. Қоңыр күйі арқылы Әбікеннің құлдықтың қамытын кигізген, кер заманға ішкі наразылығын домбыраның қос ішегіне сыйғызды. Алаш үшін жан берген арыстарды жоқтады. Домбырасын қолынан тастамайтын Әбікен Хасенұлы арқа күйлерінің үздік шебері атанып, күй мұрасына қайталанбас қолтаңбасы бар қоңыр сазды 50-ден астам күйлерді жаздырды. Бегімсал Орынбекұлы, күйші, домбырашы. Әбди, Сембек, Қыздарбектердің шығарған күйлерін қазіргі кезеңге жеткізуші, саңлақ күйші. Дәулетбек Сәдуақасұлы, шертпе күй мәдениетінің жарық жұлдызы болған таланттың бірі, арқаның Қыздарбек, Сембек, Әбди күйшілерінің мұрасын бүгінге жалғаған шебер күйші. Атақты күйшілер Әбікен мен Бегімсалдан тәлім алған. Қыздарбек мектебінің дәстүрін бүгінге жеткізу жолында өлшеусіз еңбек сіңірген. Ұлттық өнерімізді арқа өңіріне кең тараған, шертпе күйді насихаттауға зор үлес қосқан дәулескер күйшінің бірінші Толғау, Қуаныш, Мәңгілік сарын, Анаға арнау атты күйлері таспаға жазылып, қазіргі күнде музейдің қорында сақтаулы. Орал Исатайұлы, Қыздарбек күйшімен оның шәкірттерінің мұрасын сақтап таратушы. Орал Исатайұлы арқа күйшілік дәстүріндегі көптеген туындылардың, соның ішінде Қыздарбектің Жұбату, Қосбасарларының бүгінге жеткізушісі. Музыка мәдениетін дамытуда зор үлес қосқан жарық жұлдыздарымыздың бірі. Шет өңіріндегі күйшілік дәстүрдің дарынды өкілдерінің бірі Зәрубай Сүйіндікұлы. Қыздарбек, Әбди, Сембек күйшілердің күйлерін насихаттап орындаушы. Зәрубай Сүйіндікұлының Дербісалы батыр Айдаболының рухына арнап шығарған ерлік толғауы, Зәру Қоспасары, Қайран досым атты күй толғаулары және де туған жерге арнап шығарған өлеңдері бар. Қайролла Дәулетбекұлы, шертпе күйдің шебері. Қазақтың ұлттық күй өнерін зерттеуде қосқан үлесі зор болып табылады. Мұстафин Қайрат Ермекұлы, күйші, өнер қайраткері, халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты. Ертай Жәнібекұлы, күйші, өлкетанушы, музыка өнерін дамытуға қосқан үлесі зор. Сан ғасырлық тарихы бар қолөнеріміздің маңызды саласы музыка аспабын жасау, қара домбыраның қалпын бұзбай, қоңыр сазын сақтап жасау, ағаштан түйін түйген шеберлердің еншісінде. Сіздердің назарларыңызға домбыра жасаушы шебер, ағаш шебері, музыка өнерін дамытушы Зағит Сұрағанның домбыра жасаудағы әдістерін ұсынамыз. Мен Зағит Сұраған осы Шетаудан Талдауында тұрамын. Қазір зейнеткермін. Сонан қарап отырғанда сұранысқа сәйкес домбыра істеймін. Бұл домбыраларыңыз енді ағашты көп қалап етеді. Ағаш дегенде оңай ағаш емес, қарағай келмейді. Оған мына артқы шанағы дейді. Мынаны біз мына 3-4 түрлі ағаштан істейміз. Бізде негізгі істейтін ағаш қарағаш дейді, емен ағашы жоқ. Сондықтан біз осында өріктің ағашы,
басқа қайың ағаштарынан істейді. Мынау сол енді өріктің ағашы. Осыны біз иіп, арнаулы темірмен иіп, астына дайылдан пысап, содан осыны бұлай қалыпқа келтіп, мынаны қалып бет, соған салып бірін 7 ағаштан құралады мынау. Міне мынау бірінші ағашы, екінші ағашы мынау, мысалы мынау біз сүргілейміз, соны сүргілеп, келтіп, біріне бірі қиып бастырып, 7 ағаштан құрастырамыз. Сонан кейін бұл домбыраларыңыз енді бір күнде бітпейді, мұны бір күн тұрғызамыз, клей салып, клей әбден қатқан бір күннен кейін мынаны бүйтіп, бірақ резинкамен буып, қатайтып, тепкенін алып, мынараны шөппен отырғызып, босатып аламыз да, бетін саламыз. Беті шырша деген ағаштан істеледі, ол ақ болу керек, бұтағы жоқ болу керек, жұмсақ ағаштан бет тақтайын саламыз. Оны мойны деген, мынау міне мойны, мынаны жұқартып, бәрін жонып, мынаның бетіне қатты қайың ағаш саламыз, перне батпау үшін. Мына жағына құлақ деген келеді, оны саламыз, сонда мойынның өзі шығаштан құралады. Ал домбыраны осылай істейміз. Енді істеген домбыраларымыз мынау қазір міне, мысалы мына домбыра міне, мынау сол таза неден өріктің ағаш істелген домбыра міне таза. Бет тақтай дегенде мынау міне шырша, мынау қайың беті, мынау қарағай, мынау құлағы міне 3 ағаштан құралады. Мынау енді үлкен кісілерге арналған домбыра. Ағаштан түйін түйген қолөнер шебері, музыкалық аспаптарды дүниеге тудырушы ағаш шебері Зағит Сұраған халық игілігіне зор еңбегін сіңіруде. Қазақ халқының музыкалық қазынасы 3-ші мыңжылдықтың алғашқы кезеңіне дейін өзінің сан қырлы көркемдік сипатымен сақталынып, көшпенділердің руханияттық және эстетикалық талғамдарына сәйкес ұлттық діліміздің сарқылмас бұлағына айналуда. Көне музыкалық, поэтикалық нұсқалар, ұмытылмас бабалар даналығы, ғасырлардан жеткен өшпес сарын, теңдесі жоқ рухани байлығымыз ауызекі түрде қалыптасып, әр заманда сұрыпталып, тек өзіне тән сұлу да сүйкімді әуенімен, қайталанбас ұлттық ерекшеліктерімен, сан түрлі бояуларымен 21-ші жүзжылдықта өз жалғасын табуда.